Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қобалжудан арылу туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер мен алдыңғы тақырыптарда жалпы ентігу, қалай қорқыныштан арылу туралы айтқан болатынмын. Ал бүгінгі тақырып бізде қобалжу, яғни мазасыздықтан біз қалай арыламыз. Қобалжу дегеніміз не деген сұраққа жауап берсек, қобалжу дегеніміз ол біздің өзіміздің негативті, яғни адамның бойында орын алатын негативті бір процесс деп аламыз. Өйткені мазасыздық бізге ол ұнамайды, яғни ол басқаларға да ұнамайтын процесс болып табылады. Сол себепті де біз осы бір қобалжудан арылуымыз қажет. Өйткені ол процесс сіздің мақсатқа жетуіңізге кедергі жасайды. Дәл бүгін қобалжудан арылуға шешім қабылдасаңыз, мен сізге көмектесуге тырысамын. Ең бірінші ереже қобалжудан арылуға көмектесетін ол өзіңізді басқару. Яғни сіз өзіңіздің мысалға өзіңіз қалаған кезде күле аласыз, өзіңіз қалаған кезде жүгіре аласыз, жылай аласыз. Демек, сіз өзіңізді басқара аласыз. Сол себепті де өзіңіздің қобалжуыңызды да басқаруыңыз қажет. Мысалға сіз бірден үлкен сахнаға шыққан кезде қатты қобалжып кетсеңіз, 1 минут тоқтап өзіңізді басқарып алыңыз. Яғни сіз өзіңізге айтыңыз: мен мысалға бастықпын, мен өз денемді басқара аламын, яғни мен қобалжуды да басқара аламын деп өзіңіздің қобалжуыңызды бір жерге жинақтап алуыңыз қажет болады. Егер де сіз өзіңізді басқара алмасаңыз, қанша жаттығу жасасаңыз да, яғни қобалжудан, мазасыздықтан арыла алмайсыз. Достар, кез келген мақсатқа жетуге бізге жоспар көмектеседі. Мысалға арнайы психолог мамандардан сұраған кезде ол кісілер айтады, яғни мысалға ұбт тапсыратын 11-ші сынып оқушылары ұбт-ның алдында қатты қобалжиды. Ал ол қобалжу орын алмас үшін, жалпы негізі ол қобалжу 95-90% оқушыларда болады ұбт тапсыратын. Өйткені ол өте маңызды сынақ болғандықтан адамдар қатты қобалжиды. Және бұл үшін бізге не көмектеседі? Ол бізге жоспар керек. Жоспар бізде қандай жоспар болады? Мысалға, сіз ұбт-ға дайындаласыз, немесе кез келген ұбт емес, бір жаңа іске тұрарда сіз сұхбаттасуға дайындаласыз, немесе өзіңіз бір сахнаға шығып өзіңіздің оқиғаңыз туралы айтасыз, немесе өзіңізге маңызды кез келген сәтте сіз бәрін жоспарлап алуыңыз қажет. Ол үшін сіз таңертең нешеде тұрасыз, қандай киімдерді киесіз, барлығын дайындап қоясыз алдын ала, және де өзіңіздің сөйлейтін сөзіңізді егер бір жерде сөйлесеңіз, немесе тестке баратын болсаңыз, онда сіз мысалға емтиханды қалай бастайсыз? Ең алдымен оңай сұрақтардан, кейін орташа, кейін қиын сұрақтарға өтемін деп бастауыңыз керек. Егер де сіз бірден қиын пәнді таңдап, қиын сұрақтарды оқитын болсаңыз, онда сіз мүлдем мазасыздыққа ұшырап, яғни қобалжып, өте жаман күйге түсесіз. Сол себепті де сізге ең алдымен жоспар қажет. Кез келген істі бастамас бұрын ең алдымен жоспар жасап алыңыз. Жоспар барлығын жасап алдыңыз, бірақтан да сіздің алдыңыздан күтпеген бір жағдай орын алды. Яғни емтиханда отырған кезде бір күтпеген жағдай орын алды. Сіз ең алдымен терең тыныс алып, 3 секунд бойына ол демді шығарып, қайтадан терең тыныс алып, осырай 3 немесе 4 рет сіз жасауыңыз қажет. Сол кезде сіз қобалжығаныңызды кішкене болсын баса аласыз. Ал одан кейін терең тыныс алып болған соң, қайтадан өзіңіздің жасап жатқан ісіңізге қайта оралыңыз. Операторлардың айтуы бойынша, сағыз шайнау ол сіздің қобалжуыңызды басуға көмектеседі екен. Өйткені біз сағыз шайнаған кезде біздің бұлшық еттеріміз босаңсып, денемізде біздің босаңсып қалады. Сол себепті де
сағыз шайнау ол біздің қобалжудан арылуға немесе мазасыздықтан арылуымызға көмектеседі. Бірақ менің ойымша бұл кеңес барлық адамдарға да көмектесе бермейді, өйткені барлық адамдар да ол сағыз шайнағанды ұната бермейді. Біреулерге денсаулығына мысалға байланысты сағыз шайнауға кеңес бермейді. Сол себепті де егер де сіздерге сағыз шайнауға рұқсат болса және де ол сізге көмектеседі деп ойласаңыз, онда осы кеңесті пайдалансаңыз болады. Жалпы достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.